Итті жақсы көресің бе? Әңгіме. Балтабай Әділ. Итті жақсы көрмейтін бала жоқ ау сірә. Ит кездессе, басынан сипағысы кеп тұрады. Шынында да сүйкімді ғой шіркін. Қалдыбектің бөрібасары ауылдағы ең күшті ит. Оны көрсе болды, басқа иттер аға жөнеледі. Тұрпаты қандай, анау-мынау тайыншадай. Бір жақсысы өздігінен тиіспейді. Біреу-міреу тиіссе, өзінен көрсін. Әп-сәтте сұлатып тастап қарап отырады. Ол десе Қалдыбектің де жаны жоқ. Күніне бір рет жуындырады, уақытымен тамағын береді. Бір жақсысы бөрібасар үй ішіне бір қадам аттап көрген емес. Текті иттер сөйтеді. Ит жет қазынаның бірі. Дегенмен қазақтар оны әдеттен тыс еркелетпеген. Олардың негізгі міндеті адамдар үшін қызмет ету, дейді атасы. Қалдыбек өткенде қаладағы нағашы апасының үйіне барды. Каникул кезі ғой. 4 көз түгел үйлерінде екен. Өзі мен түйедей құрдас Нұрлан мен Нұрикті сонда екен. Есік ашылғанда әжесі екеуінің көздері атыздай болды. Дәу қара ит «Ұрр» деп етіп жабыса кеткені бар ма? Масқара! Ит үйде де жүрем екен. Нұрик «Шарик жат» демегенде хал қиындар еді. Бір жақсысы, Шариктің бұлармен одан әрі ісі болмады. Төрдегі арнайы бөлмесіне кіріп алды. Шыққан жоқ. Итті төрде шолжаңдатып, немене боп кеткенсіңдер? Деп ұрысты әжесі. Балалар ғой, деді де қойды нағашы апасы. Қалдыбек қайтқанша асықты. Үй іші бұларды ұмытып кеткендей. Бәрінің есіл-дерті қара итте. Бірінен соң бірі кеп ваннаға түсіреді. Қазанда піскен астың тең жартысы соныкі. Одан қала берсе, баладай мәпелеп жегізеді. Шарик келе ғой, тамағыңды ішіп ал, дұрыстап, төкпей шашпай же. Қалдыбектің жыны келеді. Біздің бөрібасар болар ма еді? Барлығын сыпырып, сиырып тастар еді. Өйткені оған ешкім де арнайы ас бермейді. Қалған құтқан, жуынды. Бөрібасар соған дән риза. Тоқ ит жалқау болады, дейді атасы. Қалдыбек әжесінің орнына атасының келмегеніне қуанады. Ол кісінің мінезі деген қара итті қамшылап сыртқа қуып салудан тайынбайды. Арашаға пысқырмайды да ғой. О дүниеде, бұ дүниеде итті де өстіп мәпелегенді кім көрген? Оның орны сыртта деп айғай салар еді. Онысына қарап атасы итті жек көреді деп ойлап қалмаңыздар. Итке деген махаббаты шексіз. Қашан көрсең бөрібасарға тамақ құйдыңдар ма? Деп шыр-пыр боп жүргені. Өткенде 2 күн жоғалып кеткенде атасының жарғақ құлағы жастыққа тимеді. Ақыры іздеп шықты. Қан болып жатқан жерінен тауып әкелді. Бір топ қасқырлармен төбелесіп қалыпты. Кеше Нұрик қатты жынын келтірді. Дүниеде біздің Шариктей ит жоқ, дейді мақтанып. Ашуы мұндай келмес, сенің итің барып тұрған жалқау, үй күшік, деді күйіп кетіп. Айтшы, қасқыр дегенің не екенін білем екен? Ал біздің бөрібасар иттерді қойып қасқырлармен айқасады. Нұрик үнсіз қалды. Бұған жалтақ қарады. Өйткені қасқырдан иті түгіл өзі де қатты қорқатын. Нұриктің иті қандай бақытты. Не ішем, не кием демейді, е? Керек десең, оның өзінің өз бөлмесі бар, деді Қалдыбек үйге қайтып бара жатып әжесіне. Оның несі жақсы? Өмірде әркімнің өз орны бар. Иттің орны қашанда төрде емес, есікте. Төрдегі ит иттік қасиеттерінен айырылады, деді әжесі. Әңгіме ұнаса,
арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Арнадан басқа да қызықты қазақша әңгіме, ертегілерді тыңдай аласыздар.